Сәлем достар. Қазір біз бірінші сабақты қайталаймыз. Қане еске түсірейік. Менің атым. Сенің атың. Оның аты. Енді толық сөйлем айтайық. Сенің атың кім? Сенің атың кім? Міне Марат та Самат та 10 жаста. Олар бір-біріне сенің атың кім деп сөйлейді. Енді қараңыздар. Сіздің атыңыз кім? Әже, сіздің атыңыз кім? Әженің жасы үлкен. Әже 90-да, 90 жаста. Сондықтан оған сіздің атыңыз кім деп сөйлейміз. Тағы да мысал. Сіздің атыңыз Айнұр ма? Сіздің атыңыз Айнұр ма? Мен сізді танымаймын. Мен сізді танымаймын. То есть незнакомому человеку мы обращаемся на «вы». Если человек старше нас, тоже обращаемся сіздің атыңыз кім? Тағы бір қайталап өтейік. Менің атым. Сенің атың. Сіздің атыңыз. Оның аты. Девушка очень уважает парня, поэтому обращается на «вы». Сіздің атыңыз. Енді біз диктант жазамыз. Суреттің астындағы сөздерді еске түсір. Мен оқимын, сіздер диктант жазыңыздар. Қане енді тексерейік, дұрыс па? Менің атым. Сенің атың. Сіздің атыңыз. Оның аты. Жарайсың, керемет жаздың. Енді бәріміз бірге оқиық. Менің атым Сания. Ал сіздің атыңыз Ару. Сенің атың Сұлтан. Оның аты Ерік. Тағы да тапсырма. Енді бос орынды өздеріңіз толтырып көріңіздер. Попробуйте сами заполнить пустое место. Видеоны тоқтатуға болады. Можете остановить видео. Енді екінші тапсырманы орындайық. Үшінші тапсырма. Төртінші тапсырма. Енді өзімізді тексерейік. Сенің атың кім? Менің атым Ару. Танысқаныма қуаныштымын. Сіздің атыңыз кім? Менің атым Сара. Оның аты Дана. Оның аты Дана. Қош келдіңіз. Атыңыз кім? Менің атым Самат. Жарайсың. Бүгін керемет жұмыс жасадық. Рахмет. Сау болыңдар.